Сен саулығың жетсе біздің мантыны да бір жеп көрсең о. Азаға қатырасаң ау. Қашан мен яқ дедім. Манты болса, манты. Қарақалпақстанды дүнияға танытып жатқан өзіміздің фирменный ауқатымыз, яғни жұқа манты. Әлбетте Айдос Пончиктің. Ыссы болып келеткен ау. Соңғы уақытлар манты жегім келіп жүріп кетті. Аузыңыздан суыңызды ағызып манты жеп берейін сілерге. Бісміллә. Бұл мантының 3 түрлі аты бар екен. Біреу жұқа манты, біреу қожел манты, біреу болса рентген манты. Сіз не деп айтасыз? Комментарияда жазып кетіңіз. Балалығымда армандайтын едім мантыны. Осы төмендегі нөмерге звонып кетсеңіз, ажалар 3 порция алдырсаңыз, Нүкіс қаласының ішіне доставкасы тегін болады екен. Еще айранын қосып айттым. Айран өз алдына, оның әмдән көремсіз. Бөлеген ау. Айран дәмін көреміз. Мына айран деген желі кетті ал. Сіздерге қазір мантыдан бургер көрсетемін. Бір мантыны аламыз, соусын құямыз, үстіне тағы бір манты жағамыз. Шықты. Ой-вай. Арманлайтын жақын арадан шыққан атқа дейін май батып бір манты жеп отқан. Соусын бір өлең әңгіме ал. Қожел манты арасынан қожелі шыққан ма негізі? Комментарияда онда жазып берейін. Манты немен кетеді десеңіз, тек айранмен кетеді ғой. Аузың суың ағып жатыр па? Отыра берген соңына кет. Соусам çok ащы соус екен. Менімен ауқат жеп жасатындар бар ма? Жоқ там. Бізге жазат қояйын. Подписаться басудан кетпейді жақшы. Себебі бұл Қарақалпақша футблог. Что там айда сана? Бірақ мантыға кәйіп жоқ екен.